Сәлеметсіздер ме? Ассалаумағалейкум. Шүкір, жақсы. Сіздер қалайсыздар? Так, бисмилlah. Ағай, Сәлеметсіз. сәлеметсіз. Бота ханым, қалыңыз қалай? Жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы, шүкір. Мен естіп тұрсыз? Жақсы? Мен естіліп тұрмын ба? Иә, Естіліп жақсы. тұрмын, иә? Жақсы, ағай, эфирге келіскеніңізге рахмет. Бүгін біздің бір өзекті тақырып болайын деп тұр. Негізі, мен өзімді таныстырып кетейін, иә? Мен есімім Бота Байтенова. Ағайдан барлықтарыңыз танисыздар деп ойлаймын. Мен сооснователь компании, 19 жылдық бизнесте білімім бар, опытым бар. Ағайдың шәкірті және наставник экспертпін. Менің осы сізге коучингқа келгендегі сұрағым, негізі запросымды білесіз ғой, осы ниет мәселесі да, мысалы бизнеске, осы инфобизнеске біздің руханиятты қосу, иә? Бүгін сұрақтар жаңағы көп сұрақтарды сұраған тізбегін жинаған едім. Сондағы біраз адамдардың сұрағы осымен байланысты болды. Тура мен өзімнің сұрақтарым, өзіме өз сұрақтарымды жіберді да, сізге барғандағы сұрақтарымда. Сонымен сұрақтарды айтып бастайын, иә? Бізде бірінші сұрақ ниет мәселесі. Мысалы, қазір қаншама бизнестегілерді, иә, мысалы, менің оқушыларымда ниет, мен айтамын, мысалы, ниет қоюымыз керек, иә? Аллах тағала үшін деген ниет қоямыз. Бірақ ниет олар айтады, иә, ниет қою екенін білеміз. Бұны қалай оны өмірде келтіру, иә? По-любому адамда бірінші ақша деген нәрсе жүрді, иә? Мысалы, отбасы үшін асырау деген сияқты. Соны ниет екенін барлығымыз білеміз ғой дейді да, оны. Ал оны қалай на деле, қалай оны шынымен ниет қою? Шынымен қалай Алла тағала үшін, Алла үшін деп жұмыстар, проектілер істеу. Осы нәрсе. Ол мынандай нәрсе, адам алдын ала ниетті қандай екен біле алмайды. Өзінің ниет қандай екен алдын ала біле алмайды. Ол неге олай жасалған? Оның себебі былай. Адам бірінші ниеттенеді, өзінше бір нәрсе ойлайды, мен жақсы ниетім бар деген сияқты, Алла риза болсын жасап жатырмын деген секілді. Процесске кіріседі, ең соңында Алла тағала бір результат береді. И вот результатқа, нәтижеге қарап, өзінің шынымен де қандай ниетте болған сол кезде ғана түсінеді. Бұл қайдан келген? Құранда аят бар, әркім өзі талпынған, тырысқан нәрсесі бұйырады деген. То есть каждый получит то, к чему стремится деген. Яғни адам нәтижеге қарап қана түсінеді өзінің қандай екенін. Бұл бір жағынан қалай істелген? Мысалы, адам егер шынымен де өзінің ниеті нашар екенін алдын ала біліп қойса, онда ол жұмысты бастамайды ғой. Мен жаман адаммын деген секілді бір. Екіншісі, ниеттің түзелуі жолда түзеледі. Фатиха сүресінде айтады ғой, біз дұрыс жолға жеткіз түсір деген секілді, ихтина сиратал мустақим деп. Дұрыс мақсатқа жеткіз деп айтылмаған ғой жерде. Яғни адам жолда өзгереді да, бүйтіп. Сондықтан нашар ниетті болса да бастайды, бірақ жолда ниет өзгеру мүмкін. Адам өз-өзін жолда тану мүмкін да. Сондықтан бір жағынан мынандай да нәрсе бар. Неге басында ниетін қандай екенін білмейді? Білмеген нәрсені адам сұра алмайды да. Сол жер жақсы да. То есть Алла тағаланың мейірімі сондай, алдымен адамның қандай екенін көрсетпейді оған. Бір екіншісі адамның психикасы ондай нәрсеге шыдамайды. Егер шынымен де Алла тағала бізге ашықтан ашық бүкіл біздің минустарымызды, бүкіл тәкаппарлығымызды, бүкіл күнәларымызды бетімізге басатын болса,
онда біз бір қадам алда қарай жүре алмаймыз. Өз-өзімізден шошып кетеміз. Көп адам бәлкім өз-өзіне қолда жұмсап қоюы мүмкін. Сондықтан адамға білдіртпеу керек қаншалықты оның іші таза емес екенін. Жайлап жолдан жүргізтіп, ең соңында ол өзгереді. Вот сондықтан механизм солай жасалған, что басында Алла тағала білдірмейді ниетін қандай екен. Ниетін қандай екен ең соңында білдіріледі. Сондай мәселе бар. Енді бұл сұрақты қойған кісілер де бір жағынан ниетім таза болу керек деген. Бұл кісілерге мынандай нәрсе айтқым келеді. Перфекционизммен, идеализациямен барлық нәрсе басынан бастап аяғына шейін идеально болу керек деп шарт қойған дұрыс емес адамның өз-өзіне. Онда шарт қоятын болса, онда ол Алла тағаланың оны адам қылып жаратқанына қарсы шығуы болып кетеді. Себебі бізді адам қылып жаратса, біз қателесіп қана үйренетін жаратылыспыз. Мысалы, періштелерде ондай нәрсе жоқ. Періштелер еш қателеспейді. Сондықтан көп адамдардың перфекционизммен ауыратын себебі ол Алла тағала берген адами тағдырға деген қарсылығы. Яғни, сен мені неге періште қылып жаратпадың изначально, бастан бастап, сол кезде мен қателеспесем деген сөзі негізі. Сондықтан адамға қателесу маңызды, керек нәрсе даже. И адам қателескен жерін именно зерттеп, біраз өзін тануға тырысады. Сондықтан адамдарға былай айтарым, қысқаша ниеттеріңізді о бастан прям күшті болып кету керек деп етіп шарт қоймаңыздар. Жайлап біртіндеп үйренесіздер өздеріңіз туралы шындықты. Сразу бүкіл шындықты бетке басып біліп қойсаңыздар, онда өз-өздеріңізді шошып, үмітсіздікке түсіп, еш қимылдамай қою қаупі өте жоғары. Яғни біз алдын ала ниетті олай істей алмаймыз, яғни бірінші действие, әрекет жасау керек, иә? Яғни біз мысалы ниетті күшті қыламын, мен бәрін ниетімді Алла үшін істеймін деген егер пока қолымыздан келмей жатса, әрекет жасай береміз. Одан кейін ол жүзеле береді. Тура соған жолда түзеледі. Жолда түзеледі. Тағы соған ұқсастау сұрақ бар екен. Үлкен проектілерді жоспарлаймын дейді, масштабировать еткім келеді дейді. Бірақ 5 миллион, одан кейін 10 миллион дейді. Бірақ жасағым келеді, бірақ ең прокрастинация басталады дейді. Бір 5 миллионға жетемін дейді, одан кейін тұрып қалады. 10 миллионға жетемін, тұрып қалады. Мен өзім сұрағым. Ол былай, адам мен жеттім десе, солай тұрып қалады. Яғни Құдай берді емес, мен жеттім десе, бітті. Былай айтайыншы, ризықтың келуі конвейер секілді нәрсе. Адам мысалы, 1 миллион келді, егер оған қысып қалмаса, менікі деп жібере салса, яғни айтады ғой, тақуалар дейді, олар біз берген нәрселермен бөліскендер дейді ғой, Бақара сүресінің 1 аяттарында. Сондықтан келген нығметті қысып қалмай, адамдарға жаңағы жақсылыққа, жаңағы мысалы қайырымдылыққа деген секілді жұмсайтын болса, жақындарына немесе өзге адамдарға деген сияқты. Онда келесі 2 миллион келеді. Оны қысып қалмай жіберсе, одан кейін 3 миллион келеді. Деген секілді бұл конвейер секілді жұмыс істейтін нәрсе. И мынандай нәрсе айту керек, Алла тағала адамға потенциалды шексіз берген, басқа жаратылыстарда шек қойып қойған. Бірақ адамның потенциалының қай жерге келіп дамиды тоқтайтынын адамның өзіне қалдырған. Ол қалай? Мысалы, кейбір адамдар болады, сіз ақыл айтасыз да, допустим, олар айтады, қойшы, өзім білем дейді ғой, мысалы. Неге өзім білем деп айтады? Өйткені ол іштей, жүрегінде нені тілеген, маған осыншалық білім берілді, осы маған жетеді. Одан кейін мен білім қабылдамаймын деген ішінде қалып қойған. Демек, одан кейін сіз не айтсаңыз да, ондай адам уже еш нәрсені тыңдамайды да, құлақ аспайды да, вообще нетпейді. Өйткені ол айтқан уже менің білім алу потенциалым осы жерге шейін ғана жеткілікті, одан кейін мен алмаймын деген. Сол секілді ақша да болсын, жаңағы ризық болсын, сондай нәрсе. Егер адам жоқ десе, жаңағы потенциалын ашу мәселесіне келген болса, жоқ, маған осыншалық жеткілікті десе, бұл менікі десе бітті, қысып қалды, одан кейін дальше ол жүрмейді. Ол сол нәрсе, плато секілді нәрсе, бұлай көтерілді, қысып қалса былай жүріп кетеді. Егер жіберсе, қайттан көтерілуге болады, сосын қайттан былай деген секілді. Сондай нәрсе де. Сондықтан адамға маңызды Алладан келген нәрсе менікі деп айтса, бірінші қате кетеді, екіншісі мен таптым десе, екінші қате кетеді, үшіншісі өзіме ғана жұмсаймын десе, үшінші қате кетеді. Осы 3 қатені жасамау керек. Адам, во-первых, келген нәрсе өзіндік емес, ол Алладан келді. Бұл Алланың патшалығы. Ол жерде еш нәрсе біз менікі деп айта алмаймыз. Екіншісі, келген нәрсе біз тапқан жоқпыз, Алла тағала береді. Үшінші мәселе, жұмсаған уақыт тек қана өзімізге емес, өзгелерге де жұмсасын деп берілген нәрсе. Соны адам түсіну керек. Ағай, енді осы жерде қарашы, тағы бір сұрақ туындап тұр.
егер уже жаңа присвоение туралы айтыватсыз ғой, енді сіз бізге үйреттіңіз ғой қазір. Иә. Присвоение болып қойса, менікі деп айтып қойдық, да? Жаңа планда тоқтап қалды, бір жерге келіп қадалдық енді. Енді сол кезде не істейміз? Ол кезде адам әрине кешірім сұрау керек Алладан. Неге өйткені ол ұрлық жасады. Енді Алланың патшалығында менікі деп ұрлады, негізі оны ашық айту керек, ол ұрлық. Әрине. И ол нәрседен тәубе ету керек, и бас тарту керек. И Аллахқа былай деп айтқаны жақсы болады. Аллахым кешір, мені маған қалдырсаң, мен барлық нәрсені ұрлайды екенмін, барлық нәрсені өзіме бүйтіп қысып алады екенмін. Сондықтан мені маған қалдырмашы. Мені маған қалдырмашы. Себебі мен өзіме қатыгезбін. Мен өзіме Құранда аятта айтылған секілді өзіме зұлымдық көп жасаймын. Мен шынымен де жахилмін, білмеймін. Сондықтан сен мейірімдісің, сен барлық нәрсені білесің. Сондықтан мені маған қалдырмашы. И мен сен секілді өз-өзіме ондай мейірімді бола алмаймын. Сен ғана маған мейірімді боласың. Мен сен секілді өз-өзіме мейірімді бола алмаймын. Көп жерлерде мен өз-өзіме өте қаттымын, қатыгезбін, андай зорлық-зомбылық жасаймын. Сондықтан нәпсімнің арбауында кетіп, өз-өзімді құрдымға кетіретін сондай біреумін. Сондықтан мені маған қалдырмаш деп, сөйтіп кешірім сұрау керек и артқа шегіну керек. Сол? Шат назар жасады, иә. Керемет жауап. Аға, енді қараңыз, мына жерде әйел адамдардың жазу ғой, ризықты Аллах тағат етсем ғана береді деп ойлаймын дейді. Пахат дегенде былай, енді адам ойлайды шынымен, менің еңбегіме байланған деп Алла тағала. Бірақ логически былай қарап көрейікші, бұл жерде даже мынандай нәрсе айтайын енді. Обязательно емес, шарт емес дінді тану. Осы сұрақтың өзіне де жауап беру, да? Мысалы, даже логически былай ақылы нететін адам ашық түсіне алады. Мысалы, мен былай деп айтсам, мен жұмыс істедім, сондықтан Алла тағала берді десем. Онда ол сөздің мағынасы қандай деген сөз? Демек, менің еңбегім барады, Алла тағала әсер ете алады деген сөз. Бірақ Алла тағала шексіз ғой. Біз Алла тағала жылыта алмаймыз, күште алмаймыз, алдай алмаймыз. Сондықтан менің еңбегім бар, бұған әсер етті, сондықтан ол берді деу, ол Алла тағаланы Аллах деп танымауда. То есть ол как будто бір жаратушы емес, как будто бір жаратылыс секілді көре бастайды деген сөз. И бұл түбінде дұрыс нәрсе емес. Я Алла тағала айтқан, еңбек етсеңдер берем деген секілді. Бірақ бұл жерде мына нәрсені білу керек. Бұл құлға андай, қалай десем екен, Алла тағаламен құл нете алмайды, саудаласа алмайды. Давай мен жұмыс істеймін, сен маған бер деген секілді. Ол құлдық емес. Ол құлдың позициясы емес. Ол саудагерлік. Ол как будто мен андай на равных сөйлесе алам деген секілді бір нәрсе бұл. Бұл вообще жалпы қайдан келген нәрсе? Бұл Совет одағы кезінде Дед Мороз деген нәрсені шығарды ғой. Қазақша қалай еді Дед Мороздың? Аяз ата. В общем, Аяз ата, иә. Аяз атаны шығарды ғой. Аяз ата бүкіл желанияларды исполнять етеді деген сон нәрсе бар ғой. И сол себепті бұл концепті енгізілген себебі Құдай мен Аяз атаның, то есть Алла тағаланың образының орнына Аяз атаны бүйтіп алып келу. Ну, типа бір ақсақалды бір адам бар, сен содан сұрасаң, ол саған береді деген секілді. И сөйтіп адамдар Аяз атамен саудаласу несі қалыптасты адамдарда. Содан кейін, кеңес одағы кетті, енді содан бізде культурный код секілді бір нәрсе қалып қойған. Біз Алла тағаланы как будто бір ақсақал секілді, бір Аяз ата секілді воспринимать етеміз. И содан кейін мысалы саудаласамыз. Шынайы Алла тағаланы тануға әлі не емеспіз. Көбіміз саудаласып кетеміз. Сен бүйт. Құл еңбек ету керек. Неліктен? Нәтиже береді дегендіктен емес. Құл еңбек ету керек, өйткені оған еңбек ет деп айтылғандықтан. Құл тыңдау керек қой. Сондықтан оған еңбек ет деп айтылды, дұға ет деп айтты, ғибадат жаса деп айтылды. Яғни ол жасау керек, оған айтылды ма, құл тыңдау керек. Егер құл тыңдамаса, саудаласа, сен маған бер, мен саған бүйтем десе, ол уже құлшылық емес. Ол құлшылық емес, ол саудагерлік, и оның астында тәкаппарлық жатыр. Кім не десе де. Сондықтан құл орнын білу керек, и өйтіп саудаласқаны дұрыс нәрсе емес. Сондықтан япахай поэтому береді деген нәрсе, ол одан емес, Алла тағала мейірімінен береді. Өйткені біздің еңбек шекті, Алла тағала мейірімі шексіз. Шекті мен шексіз нәрсе бір-бірінен тең болмайды. Сондықтан мен айта алмаймын, мен еңбектенім, сондықтан ол берді деген секілді. Это Алла тағаланы бүйтіп, менің миымда әрине, Алла тағаланы өзінше бүйтіп кішірейтудің бір
попыткасы, бұл үлкен тәкаппарлық и большое неуважение Алла тағалаға қарсы андай сыйламау. Сондай нәрсе. Яғни, мына жерде тағы мынандай сұрақ бар. Курстар аламын дейді. Сосын желание өту керек кезде желание құрып қалады дейді. Бізде де мысалы сондай болады ғой, біз адамдарды набирать етеміз, ақшасын төлейді, адам наставница басқа нәрсе кіреді, бірақ домашний задание ештеңе істемейді. Мысалы, да? Ол не деген сөз? Олармен қалай жұмыс істеуге болады? Мен от себя вопрос. Мынандай нәрсе бар, бұның екі жақты мәселесі бар. Біріншісі мәселе ол жаңа білімді беретін инфобизнесмендерге негізделген. Олар берген уақытта екі түрлі информация бар ғой. Біреуі андай сипаттайтын информация, біреуі ашықтайтын дейді ғой, ашық түсіндіретін информация. Бірінші информация сізге сурет береді, екіншісі сол суреттің қалай салынғанын түсіндіреді. Көбі инфобизнесмендер тек қана описательный сипаттайтын информацияны береді. Ол информация практикада қолданылатын нәрсе емес. Ол информацияны тек қана сол практиканы уже істеген профессионалдар ғана түсінеді. А былай новичоктар бүйтіп келіп, түсініп кетемін, ондай нәрсе жоқ. Новичокке қалай да салғанын, суреттің қалай салынғанын, қай кисточка қай жерде қолданылғанын, қай бояу қай жерде қаншалық қолданылғанын, бұны барын түсіндіргеннен кейін ғана ол түсіне бастайды. Бұл бір. Сондықтан негізі ашық айтайын, инфобизнесмендер олар жалпы қазіргі дүние жүзіндегі болып жатқан нелер, олар сипаттайтын информацияны біле тұра береді көбісі. Көбісі біле тұра береді. Өйткені сипаттайтын информация вроде бы бар информация, бірақ адам оны қолдана алмайды. Сондықтан ол сол бизнесменге қайтадан қайтып келуге тура келеді. Что-то мен түсінбедім, сенсей маған қайтадан түсіндіріп бересіз деген секілді. И сол адамнан қайта заработок жасайды. Бұл сондай бір тенденция бар. И сондай сипаттау информациясымен слишком көп адамдар толып кеткен. Тым қатты толып кеткендіктен уже информацияның құны түсіп қалды. Яғни информация андай бір не болып қалды. Білсем болды, бірақ қолданбаймын ғой бәрібір деген сияқты. Даже элементарно, мысалы, біз газет оқимыз, допустим. Газет емес, андай жаңалық оқимыз, мысалы, да? Бір жерде бір апат болды, бір нәрсе бір қиыншылық болды, или тағы бір нәрсе болды. Біз ол новости оқимыз, жаңалықты оқимыз да, бірақ ешқандай мобилизация болмайды іштей. Бар бол адам тауып алайын, сол адам көмектесейін деген нәрсе жоқ қой бізде. Оқыдық болды. Мысалы, егер салыстыратын болсақ, сахабалармен, да, допустим, салыстыру емес, былай, мысал ретінде. Сахабалар бір жерде бір адамның қиналғанын естісе, ол хазіреттер, радиаллаху анху, олар тұрады да сразу барып ана адамға көмектеседі. Мысалы, естіп қалды, барды. Біз мысалы жаңалықта естиміз, пәленшенің үй жанып кетті, тағы бір нәрсе, болды, жарайды деген секілді. Максимум андай. И то адамдар қалай десем екен, главное мен басыма келмесе жақсы деген секілді отыра береді. Сондықтан біздің бұл 20-21 ғасырдың проблемасы сондай, біз бір нәрсе естіп жатсақ, оны андай біреуге адамға барып көмектесу, сол адамға жанашырлық деген бізде жоқ. Сол проблема. Бұл жалпы проблема. И осы проблема и неге де келген, инфобизнесқа да келген, қалай келген, естіген нәрсесін қолданбаймын деп көбісін етеді. Просто ана нені іздейді, эйфорияны іздейді, инфобизнес курстың несінде, процесінде эмоцияң көтерілсін, өзің былай живой тірі сезінейді, маған сол жеткілікті деген секілді. Сол ғана керек. Сол себепті бір жағын инфобизнесмендер де андай информацияны қалай жасалу керек екенін түсіндірудің орнына больше шоу жасауға тырысады, эмоциональный адамдар бүйтіп, көтереді деген секілді, сондай нәрсе. И продажалар да солай жүреді, продажаның несі процестерді, чисто эмоциональный продажаға басады. Сол. Бұл бір жағы. Екінші жағы, енді адамдарға келген уақытта, адамдар, қалай десем екен, енді келген информацияны қабылдау үшін, онымен өзгеру үшін, оны өмірге қолдану үшін адамдарда жүрек жұмсақ болу керек. Көп адам ойлайды, информацияны қабылдау үшін ақыл керек деп. Жоқ, олай емес. Жүрек керек. Жүрек егер адамда қатты болса, информация өзі не үшін беріледі, білім не үшін беріледі? Адам өзгерсін деп беріледі. Дұрыс па? Мысалы, мен білген жоқпын бір нәрсені, естідім, өзгердім, уже басқа адаммын деген секілді, иә, мысалы. И көп адам білімді алған уақытта еш өзгермейді. Оған ол, мысалы, бір кітап оқыды, бір сүренің бір мағынасын түсінді, өзгермейді. Мысалы, қалай келді, до кітап оқығанға дейін қандай адам бол, кітап бітіргеннен кейін қандай адам бол, тура сондай болып қалады. Даже может бұзылып кетуі де мүмкін. Өйткені көбіне адамдар андай жасайды ғой, мысалы, бір кітап бітірсе, андай ең тупой досын іздейді да, кел мен саған қазір, иә, мен саған қазір түсіндірем деген секілді.
иә, менсіз жұмаққа кірмейсің деген сондай бір немен түсіндіреді да исламды. И сол себепті адамдарда жүрек қатты, тас. И ол жүрекке білім түссе, ол наоборот жүрек өзгермейді, наоборот білімді өзіне өзгертіп алады. Яғни өзіне бұрмалап алады. Под себя аяттарды, хадистерді майыстырып алады да, и біреуді езгенде, біреуді дауларда, мысалы, көп қолданады. Яғни аятта былай айтқан ғой деген секілді. Хотя өзі ол аятпен өмір сүрмейді, вообще өмір сүрмейді, вообще далекий адам. Бірақ дауға қараған уақытта вроде күшті секілді. Бірақ шын өміріне қарасаңыз, быт-шыт өмір сүреді да. Вот сондықтан қазіргі адамдар өзгергісі келмейді, и жүрек қаттылығынан, жүректер тым қатты. И ол андай неге ұқсайды, мысалы, тастың үстіне жаңбыр түседі ғой, тастың өзіне сіңбейді да, бірақ жан-жағына шашырайды ғой, сол секілді. Көп адам бар, который білім келеді, біреуге пересказать ету керек, біреуге айтып беру керек, болды. Мен миссиям осы деген секілді. Бірақ өзін етпейді. Оған руководство жасамайды да. Ол жүрек қаттылығынан, и оның шығу жолы енді жүректі жұмсарту керек. Әрине, жүректер Аллах қаласа жұмсарады, бірақ Аллах Тағала айтқан не дейді? Мен есімдерімді зікір етіңдер, еске алыңдар деген айтылғанда. Салауат келтірілсе, жүрек жібіп, иншаллах, содан кейін ғана информацияны қабылдай бастайды. Солай десем дұрыс шығар. Керемет ағай. Тағы мынандай бір сұрақ бар. Адамдарда тәуекелшілдік жетіспейді, например, даже бірдеңе айтса, үйреткенде, например, өздері оқыса, жаңағы сияқты, мысалы, сату керек болса, сатуға қорқады. Мысалы, бизнес ашқысы келеді, көп адамдар маған жазады, мен бизнес ашқым келеді, ашуға қорқады. Уже ашып қойса сатуға қорқады, например, инфобизнес болсын, я недостойна, білім жетіспейді, тәжірибем жетіспейді, или там продуктым онша емес деген сияқты. И сонымен айналып осы не сияқты круговорот жүреді осылай. И бір жылдан келеді, әлі сол жылай айналып жүреді. И сол кезде сондай адамдар қалай көмектессе болады, или олардың өзінің выборы ма, қалай түсінсе болады бұндай нәрсені? Бұл негізі жаңа екінші сұраққа да келеді, Алла Тағаламен саудаласу мәселесіне. Во-первых, мынандай нәрсе жоқ, лайық деген нәрсе жоқ. Достоин, лайық деген нәрсе жоқ. Если біз шынымен де лайық деген нәрсеге қарайтын болсақ қой, мысалы, арабтарға ислам келмеу керек еді. Допустим, мысалы, халық ретінде өте быт-шыт халде өмір сүрді. Жахилия дейді ғой, былайша айтқанда, исламға дейінгі дәуір өте қараңғы дәуір болды. И ол қараңғы дәуірді алсаңыз, бір жеке адам емес, вообще жалпы бүкіл адамды алсаңыз, ол дәуір вообще лайық емес. Оған бүйтіп ислам нұр келіп түсуіне. Алла Тағала береді өзі қалағандықтан. Андай нәрсе жоқ, лайық деген нәрсе жоқ. Лайық концептін кім кіргізді бірінші? Лайық концептін кіргізген шайтан болды. Мен лайықпын, ол лайық емес деген секілді. Сол тематикаға кіріп кетті да. Бұл жерде бірақ бір нәрсе айтқым келеді. Қабілет мәселесі шатастырмаған дұрыс. Мен лайық мәселесін, қабілет деген нәрсе бар, ол біраз отдельный бөлек концепт. Кейбір адамдарда қабілетіне сай беріледі. Бірақ ол лайықтық емес. Ол қабілетіне сай берілген нәрсе. Сондықтан, я достоин, недостойно деген ол тәкаппарлықтан. То есть, якобы, я красавчик болуым керек пе, мен күшті болуым керек, сол кезде маған беріледі. Жоқ, ол емес. Алла Тағала нәрсе қарамайды. Бір екіншісі, мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шапағаты болады дейді ғой дүниеде. Ол шапағат кімдерге түседі? Ең күштілерге түспейді ғой. Ең көп күнә жасағандарға түседі. Именно тяжкий грех жасағандарға. То есть, если лайықтықпен қарайтын болсақ, негізі ол шапағат немесе жаңағы дұғасы, оның нұры бұл үмметтің ең күштілеріне түсу керек. Лайықтыққа қарайтын болсақ. Бірақ, наоборот, бұл үмметтің ең андай әлсіздеріне түседі, былайша айтқан уақытта. Сондықтан лайықты концепт алып тастаған дұрыс. Вообще ол нәрсемен жүрген дұрыс емес. Өйткені адам всегда өзінде лайық емес бір нәрсені тауып алады. То есть мен бір жерім әйтеуір кем болып тұрады. Бір жерім недоразвит болып тұр, бір жерім ашылмаған, бір жерім түсініксіз деген секілді, күнәларым бар деген секілді, соның нәрсемен кетіп қалады. Бұл бір. Екіншісі, қорқыныштың жаңағы себебі ол Құдай бермейді шығар деген нәрсеге барып тіреледі. И ол андай ғой, Құдай туралы жаман ойлағандықтан соншалықты қорқа береді. Яғни, мен барып Құдайдан сұрасам, еңбегіммен, жаңағы дұғаммен, ол скорее всего бермейді. Ол ондай жомарт емес деп ойлағандықтан. То есть Алла Тағала туралы жаман ойлағандықтан сол нәрсе өзіне қайтып келіп тұр. Сондықтан Алла Тағала әділетті ғой. Біз Аллах туралы қалай ойласақ, ол солай береді. Жақсы ойладық па, жақсы береді. Жаман ойладық па, жаман береді деген секілді. Бұл Алла Тағаланың андай қатыгездік емес, бұл әділеттілік. Сондықтан бізге
үйрену керек алла тағала туралы жақсы ойлауды. Алла тағала тарапынан ешқашан проблема емес беру, бірақ біз ала алмаймыз. Неге? Өйткені жаман ойлап кетеміз. Вот. Сондықтан бұл адамның Құдай туралы нашар ойлауынан келетін нәрсе. Сол. Иә, керемет. Сосын тағы бір сұрақ келіп тұр жерге. Негізі бұрында өзімде де ой болған еді сондай сұрақтар. Мысалы, үлкен әйелдер үлкен проектілер жасауға бола ма деген сияқты, көп ақша табуға. Бұған қалай қарайсыз? Және жерде артынан сөз шығады, әйел адам, менде бұрын убеждение болған, қазір ондай емес, күйеуінен көп табуға болмайды деген сияқты, иә? Сол екеуін қалай қарайсыз? Үлкен көп ақша табуға бола ма әйел адам? Былай айтайын, жалпы бизнес болсын, любой кәсіп болсын, алдымен не үшін беріледі жалпы Алла тағала неге кәсіп деген нәрсені жаратты? Кәсіп ақша табу үшін берілетін нәрсе емес. Кәсіп адам потенциалын ашу үшін, яғни адамды дамыту үшін берілген нәрсе. Мысалы, даже тот же западный бизнес кітаптары көп жазады ғой, мысалы, өзінің жақсы дамытқан бизнесмендер ақшасы қалып қойса да бәрі қайтадан шығып кетеді ситуациядан деген секілді. Неліктен? Өйткені Алла тағала жаңа қабілетін дамытқанда и сол қабілетіне сай беріледі кейбір нәрселер. Сондықтан бұл жерде адам кәсіпті жасайтын болса, бірінші ниеті өзін дамыту болу керек. Ал ақша уже андай побочный эффект дейді, былайша айтқан уақытта тікелей берілмейтін, бірақ өзін дамытсаң, беріп тұратын бір компьютер секілді бір нәрсе қаралу керек та. Сөйтіп қараған дұрыс ақшаның өзіне. Бұл бір. Екіншісі, енді әйелге келетін болсақ, мынандай мәселе, әйелдің еркекке қарағанда дүниеге деген тартымдылығы көбірек. Сондықтан әйелге кәсіппен айналысқан уақытта біраз байқалы болу керек. Это не нәрсеге ұқсайды. Ол, мысалы, мен семинарларда тоже айтамын оны. Сіздер ерлеріңізді, күйеулеріңізді жалаңаш әйелмен бір бөлмеде қалдыра беріңіздер деп. Бәрі қарсы жатты. Мен айтамын, жомарт болу керек қой деймін, одан сен гүл дейді. Бірақ әйелді ақшамен қалдырған соған ұқсас бір нәрсе. Еркекте дүниеге деген иммунитет бар. Природа емес, Алла тағала оның табиғатына салған сондай нәрсені. Бірақ әйелде ондай нәрсе әлсіз. Сондықтан әйелге кәсіппен айналысу емес та, андай қайырымдылықпен айналысқан дұрыс болады, негізінде. То есть адамдарға көмектесетін сондай бір шаралармен, сондай жобалармен айналысқан жақсырақ болады негізі. Бірақ егер кәсіппен именно жасаймын десе, айналысам десе, бизнес-вумен болам десе, болсын. Бірақ онымен айналысқан уақытта ақшамен өмірі санап кетпесін. Ақшамен өмірі санап кететін болса, ол бітті. Ол бүкіл әйелдігінен арылады, ол бір робот секілді, бір андай еркектік қасиеттер алуға тырысады, бірақ еркекті бола алмайды, әйел болып жаратылған. Өте андай не секілді болып кетеді. Орын таба алмайтын, сондай қатты потерянный, былайша айтқанда, сондай адам болып кетеді көбісі. И сол себепті ақша табуын тапсын, бірақ ең бірінші мақсат ретінде өзін дамытуды қойсын. Ақша табу емес. Ақша кейін Алла тағала иншаллах жомарт береді, ол проблема емес. Главное өзін дамытса болды. Сол маңызды. Ағай, мен сияқты достигаторлар қатты ұнамай сияқты. Мынандай момент бар да, шамалы чуть-чуть таныс болып қалдым шамалы. Мынандай моментта, қазір енді инфобизнесті біраз жүргесін, мынандай нәрсе отыр, бір рилс бар, тренд рилс бар да, я выбрала себя деп қолымдағы обручалкасын алады, суға лақтырып жүр ғой қазір. Қазір біздің мен даже енді жақын деп айтайын, таныс адамдардың арасында сондай болып отыр, иә, әйел адам определенный бір суммаға жетеді, инфобизнесте, иә, мен пока көріп жатқаным. Бұрында бизнесте де болады, бірақ ондай қатты инфобизнестегі сияқты ашық емес еді. Определенный жұмысқа бір уровеньға жетеді, мүмкін ол әркімнің несі, иә, мысалы 10 миллион, 20 миллион, 30 миллион деген сияқты запустар жасайды, сонымен жетеді, бір уақытта келеді да, я выбрала себя деп шығады. Сол кезде менде бір ой болатын еді, сонда зачем ақша болса болды, неге ол выбирать, да, мысалы семьяда болып, отбасында болып, яғни күйеуің болып, запуск жасай беруге, үлкен ақшаға жете беруге болмай ма, иә? Оларға не кедергі болып отыр? Сонда неге олар ақша тапса, ол күйеу керегі жоқ болып қалады, иә? Қазір мысалы бізде ажырасу көп, так как бізде юридический компания болғандықтан, адвокатский контора болғаннан, иә, бізге ажырасу өте көп келеді. Настолько көп келеді, что біз уже
отказались, біз уже ажырастырмаймыз адамдарды. Во-первых, ол өзіміздің ценностьімізге байланысты өте көп келеді. Сосын жаңа инфобизнестегі жаңағы рилс түсіреді еще ана обручектен лақтырады да, я выбрала себя. Сонда не, ақша тапсам күйеуің жоқ болу керек деген сөз ба? Бұл неге бұл жерде не нәрсе, қандай нәрсе араласып кетіп тұр бұл жерде, иә, бұл отбасылағыларға? Бұл капитализмнен келген нәрсе. Капитализм, мысалы, байқайсыздар ма, қалай бастады? Бұл вроде безобидный нәрседен басталған, жай нәрседен. Бірақ қатты ана подсознание түп санамызға қатты отырды. Мысалы, 90-шы жылдары ең бірінші американский келген мультфильмдарды байқасаңыз, мысалы, сол американский мультфильмдарда бір персонаж бар еді. Ең көп көрілетін персонаждардың бірі. Байқасаңыз, ол Скрудж Макдак деген бір персонаж болған, бір үйрек. Оның бірінде бір алтыннан жинаған бір хранилищесі бар. Соны бүйтіп түсіп, алтын ішіне жүзуші еді ғой, мысалы. Иә. Оны неге именно сондай мультфильмдерден басталды бұл мәселе? Американизация, западнизация деген секілді, мысалы, батысқа еліктеу деген секілді. Оның себебі адамды құрту үшін материалдық нәрсе қатты басу керек. И вот капитализм сол нәрсе нет. Адам негізі ол рух қой, в первую очередь. Ол метафизика, рух. Дене кейін келеді. Бірақ адамдар именно сол руханиятын сындыру мақсатында обычно мультфильммен сындырып тастады. Былайша айтатын болсақ, шынымен де келетін болсақ. И сол мультфильм көргеннен кейін вроде безобидный мультфильм, вроде ешқандай несі жоқ. Андай бір айтарлықтай бір супер бір проблема жоқ. Бірақ адамдар оны бала кезімізде көп көрдік біз. Сондықтан бір-бірімізді ақшамен өлшеп кеттік. И сол нәрсе бізге үлкен проблема. Әйел ерді ақша арқылы нетеді, есептейді, яғни баға береді. Мысалы, мына әйелмен мен үйленсем, өзім реализация жасай аламын ба деп ер адам қарайды өзіне. Әйел де солай қарайды. Мен мына еркектің жанында жүрсем, ол менің қалауларымды, материалдық қалауларым жаба ма деп қарайды. Чисто меркантильный подход та, негізі андай, чисто андай выгода қарайтын, сондай материалистик подход. И сол себепті егер біреуіне ақша, Алла тағала енді айтады ғой, аятта, Құран аятында айтады, біз мына көкіректерде, адам төсінде, көкірегінде жасырын болған нәрсені, яғни ниетін, ішкі дүниесін сыртқа шығарамыз дейді. Қалай жердің астынан сыртқа шығарамыз, сол секілді сыртқа шығарамыз дейді. Ақша ең үлкен сондай инструменттердің бірі. Сәл ақша берсеңіз, адам ішіндегісі бүйтіп, носкиді бүйтіп ашады, сол секілді ашылып кетеді ішіндегісі. Сондықтан ажырасу мәселесі келген уақытта, ол әйел болсын, ер адам болсын, ажырасуға и так ішінде бар еді сондай нәрсесі. Просто ақша келген уақытта шығып кетті. Сол ғана. Сондықтан Алла тағала бізге әртүрлі оқиғаларды береді, әртүрлі нығметтер береді, әртүрлі жағдайлар жасалады. Не үшін? Ішімізде не бар, соны сыртқа шығару үшін. Бізге бізді таныттыру үшін. И біз шынымен де қарап жатырмыз, жаңағы ажырасулар болсын, басқа статистика бойынша, шынымен де қазіргі адамдардың іштері не бар екені сөйтіп шығады. Даже уже настолько бұл көбейіп кетті, что ажыраспай-ақ та көруге болады. Мысалы, қыздар жалғыз қалып, женихті обсуждать еткен уақытта, немесе жігіттер жалғыз қалып бір қызды обсуждать еткен уақытта сразу көрінеді кім не іздеп жүргені. Сондықтан бұл жалпы біздің ғасырдың үлкен бір проблемасы. Бұл тек қана Қазақстанның ғана проблемасы емес. И сіз жаңа айттыңыз ғой, ең басында біздің прямой эфир бастаған уақытта исламды жаңа инфобизнеске араластыру дұрыс па, дұрыс емес па деген секілді, мысалы. Бұл жерде мақсат араластыруда емес. Мәселе мынада, біз қанша дегенмен андай ислами тарихымыз бар халықпызда. Бір екіншісі біздің ментальность, ой өрісіміз, рухани. Біздің ойымыз барлығы рухани. Сондықтан оның үстіне келіп еще капитализмді қосса, ол бізге жүрмейді. Біз атеист емеспіз. Біз оны қысып тастаймыз. Біз одан ауырамыз. Біз одан быт-шыт боламыз. Көрініп жатыр. Просто статистиканы ашсақ, жеткілікті оның несі. Атеистке ол нормально. Бірақ бізге бабаларымыз мұсылман болған халыққа ол ненормальный нәрсе, ол дұрыс нәрсе де емес. И мынандай нәрсе бар ғой, енді кез келген мұсылман өзінің ұрпағына дұға жасайды ғой. Мен ойламаймын біздің бабаларымыз бізге дұға жасайды деп. Пәленше жылдардан кейін қазақ халқы нелеріміз, андай немере шөберелеріміз ақшадан дым көрмей бір-бірін қырсын деген секілді дұға айтпеген шығар. Сондықтан біз бізге жарасатын нәрсені жасауымыз керекпіз. Тарихымызға
жаңағы мәдениетімізге жарасатын нәрсе жасауымыз керекпіз. И бұл ғасырлар бойы да дәлелденіп келді, что қазақ халқы егер ислами дамитын болса, өте үлкен жетістікке жететін халық. Біз уже формуламыз бар, ондай золотой дейді ғой, алтын формуламыз бар. Оны бір суррогатпен, өтірік нәрсемен бүйтіп заменять еткен дұрыс емес. Заменять етуге тырыстық. Аллах Тағала да енді қате жасауымызға рұқсат берді. Не үшін? Түсінсін деп. Ал көріңдер, жаңағы капитализм дедіңдер, ақша дедіңдер, көріңдер. Қорыталасыңдар ма деген секілді. Біз қорыталмадық халық ретінде. Капитализм бізге келді. Бірақ бізде ол мүлдем андай күшті нәрсе бермеді. Біз наоборот одан ауырдық, біз болып, әлі де ауырып жатырмыз. И түйсігі бар адамдар, олар біраз ойланып қарау керек. Біз неге, қандай жүйе келді, қазақ халқы төмен кетті. Қайындай жүйе келді, қазақ халқы жоғары кетті. Просто тарихқа қараса көрініп тұр ғой. Ислам келген уақыт біз көтерілдік, ислам кеткен уақыт біз түстік. Сондықтан мен бұл жерде біреу айтып қалуы мүмкін, бұл ислам тек қана пропагандасын жасап, мәселе олай емес. Мен бұны тек қана мұсылман болғандықтан айтып тұрған жоқпын. Тарихқа просто қарау керек. Ашықтан ашық көрініп тұр. И не надо оны қайттан бүйтіп андай новый нәрсе көрейік деп бір приключения кірдік, біз приключения Совет Союзы кірдік, бір ғасыр болды да, ешқандай не болған жоқ. Сондықтан ұзын сөздің қысқасы, жақсы болады, дұрыс болады, егер біз өзіміздің рухымызда жазылған андай құндылықтармен өмір сүрсек. Ал ақша жағы болатын болса, ақша жағы ол проблема емес. Ол и так келетін нәрсе. Алла Тағала қиын емес. Мұсылманға жаңа ақша беру, өйткені Алла Тағала қанша жерде айтады ғой, Құранда 80 жерден астам жерде айтады ғой, зекет беріңдер, намаз қылыңдар, зекет беріңдер деп айтылады да. То есть намаз егер парыз болса, зекет те парыз деген секілді. И Алла Тағала айтады бір хадисте, мұсылманның бай болғанын көбірек жақсы көремін деген секілді. Сондықтан бұның барлығы келеді, Алла Тағала и так бергісі келеді. Просто біз оны қабылдауды үйренуіміз керекпіз. Біз приоритеттер дұрыс қоюымыз керекпіз. Кім бізде бірінші орында? Алла Тағала ма, ақша ма деген секілді. Сол кезде өз орнына түседі барлық нәрсе. Кім не десе де. Қайтадан мынандай нәрсені айтайын. Западқа ғашық, батысқа ғашық бір топ адам бар. И әрбір мемлекетте бар ондай нәрсе. Ол тек қана Қазақстанда ғана емес. И солар әлі күшке дейін андай батыстың артынан жүгірсе күшті деп санайды да. Батыстың несі бізге андай свет в конце туннеля деген секілді, сол нұр секілді көрсетуге тырысады да. Жүгірдік біз, талай жүгірдік. Коммунизм бізге, біз шығарған нәрсе емес, коммунизм Карл Маркс шығарған нәрсе, батыстан келген нәрсе. Социализм да сол жақтан келген нәрсе. Сондықтан біз жүгірдік, бірақ бір ғасыр жүгірдік, дым өзгерген жоқ, дым болған жоқ. Сондықтан айтарым былай, біз өзіміздің тамырларымызға қайтсақ дұрыс болады. И тамырларымызға қайтсақ, қайттан бабаларымыз секілді жақсы аттың үстінде деген секілді жақсы позицияда боламыз. Қазіргі секілді бейшаралыққа түспей, әлсізденіп қалмаймыз. Оны точно айтуға болады. Кешірім сұраймын. Мен андай патриотический бір речь айтамын деген неткен жоқ. Просто тарихи бір шындықты мойындау керек. Сосын бізде де мысалы, от себя хочу добавить, да, мысалы бізде продажа жағында айтады ғой, жалғыз басты әйелдер, олар енді мотивация мықты болады, ол самый лучший продажник, это материя одиночки деп айтады да, негізі продажада. Қазір тағы да сол тенденцияны байқап жүрмін. Мысалы да оқуға келген адамдар, біздің кішкентеріміздің арасында. Егер ол жалғыз басты болса, немесе ажырасқаннан кейін, ол инфобизнесті де қатырып атады, запустан запуск, неден бір потолоктан біреуін жарып сөйтіп атады да. Соны ол не нәрсеге байланысты, неге ол одан кейін соны астына комментарийларын оқысаң, жаңағыны соны көріп қалдым да, комментарийларын оқысаң, я тоже хочу развестись, хочу уже собой заняться, өзім своим развитием заняться деген сияқты адамға басқаша ой келіп жатыр да, біздің жастарымызға да, былай қарасақ. Оны біз қалай істесек болады, немесе біз істей алмасақ, оны қалай, ол не нәрседен шығып жатыр, иә? То есть ана бір психолог бар ғой, Сатьядас деген айтады ғой, женщина надо неудачно выйти замуж, қалған бәрін ол істей алады деп ше, бүкіл нәрсені істей алады. Бізде де сол тенденция келіп жатқан сияқты болып тұр ғой, понимаете? И солар, мысалы, үлкен жетістіктерге жетіп жатқан сияқты көрінеді бізге. Адам, енді жастарымызға, мүмкін семейный әйелдерге, иә, отбасы бар әйелдерге. Сол мені шамалы мазаландырады да, негізі. Мен өзім оқушыларымда да солай. Басқа оқушылар жүреді, мысалы да, ең күшті результат жасайтындар материя одиночка. Оларға айтасың, бәрін істейді.
но бірақ ол деген тоже бір жағынан қиындау жағдай болып тұр да. Оның түсініктемесі бар, то есть оның объяснениесі бар. Бұл жерде мать-одиночка болғандықтан емес. Мынандай мәселе. Мен бір спортсмен бір жігітпен сөйлескем. Айтамын да, ең қиын оппоненттарың кімдер дедім да? Ол айтты, жетімдер үйінен шыққандар деді. Жетімдер үйінен шыққандарға мотивация тренер берген уақытта былай деп айтады екен. Ана баланы көріп тұрсың ба дейді, оппонентіне. Оның мамасы бар, папасы бар, ол жеңіліп қалса да ештеңе етпейді оған. Бірақ сенде ешкім жоқ дейді. Сен қазір или өлесің, или жеңесің, екеуін біреу дейді. И өз көзімен көрдім дейді, қолы сынып қалса да, все равно спаррингке, жаңағы чемпионатқа қатысқан балаларды көрдім дейді. Қол сынып қалады кәдімгідей. Ешкімге айтпайды даже дейді да, ойлаңызшы, сынған қолмен шығады да күресе бастайды. И бұл андай нәрсе, сжигает мосты деген нәрсе бар ғой. Мысалы, жаңағы үлкен полководецтар бар ғой, бір жерге келеді, өзі келген кемені жағып жібереді. Неге? Или өлеміз, или жеңеміз деген секілді. Бұл адамда андай нәрсе бар. Бүкіл способтарды қолданам деп әркім айта бермейді. Комфорт бізге сондай нәрсе алып келді, что біз 10 попытканың ішінен 3-4-ін жасаймыз, сосын бар, болмады ғой дей саламыз. Комфортымыз жоғалтқымыз келмейді. Мать-одиночка секілді, немесе жетім адам, мысалы, ондай адамдарда ондай нәрсе жоқ. Олар бүкіл 10 попытканың 10-да жасайды. Даже 11-ші попытка іздеп кетеді деген сияқты. Сондықтан фактор успеха ол жерде болып тұрған, ол мать-одиночка болғандықтан емес. Потому что мосты сожжены. Мәселе сода. Бір. Екіншісі, исламда бұл нәрсе, да, исламда бұл нәрсе тоже бар. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеттерінің іштерден кіретін ең үлкен сүннеттердің бірі барлық варианттарды қарау. Барлық варианттарды қарау. Мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұлай болмайды деп айтылса, ол онымен келісе салатын адам емес. Қалай болдырамыз деп қарайды. Яғни сондай ментальностьті нетеді. Поэтому сахабаларға, мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, жау келатыр деген уақытта олар бір-ақ сұрақ сұраған, қай жақта дегенде болды. Побыстрее барып, соғысып қайтып келейік деген секілді. То есть, андай көп сұрақ сұрамаған. Почему? Потому что болдырудың задача секілді қарағанда, болады ғой, мысалы, гениальный адамдарға сіз бір есеп берсеңіз, оны бүйтіп ашуға тырысады ғой. Оларға қызықты сол нәрсе бір жағынан. Сондықтан бізде, к сожалению, қазіргі таңда адамды өте жаман халге түсіргеннен кейін ғана адам бүкіл вариантты қарап кетеді. Иә, сондай нәрсе бар. Сондықтан ажырасқан адамдардың отчаяниядан былай шыққан уақытта қатты күйгеннен болып кетеді ол нәрсе. Хотя ол любой адам жасай алады сондай нәрсені. Бұл бір түсініктемесі. Екіншісі, амалдарын все-таки халал харам деп бөлінеді ғой енді. Дозволен, недозволен деген сияқты. Ажырасқан адам, немесе жаңа өмірінде сондай бір, скажем так, әділетсіздікті көрген адам, бұлай деп ойлайды, мен харамды да қолданам деген секілді. Харам способты да қолданам деген сияқты. Сондықтан ол любой приключение кіріп, жаңағындай нәрселер жасап кетеді. Бірақ, мынандай нәрсе айту керек, Алла тағала айтады, ризықты береді, бірақ халал жолмен ба, харам жолмен ба адамға қалдырылған нәрсе. Ол мать-одиночкаға халал жолмен келетін нәрсені көбіне ол харам жолмен алып қоюы да мүмкін. Яғни, сатылым жасаған уақытта, иә, сатылымды алады да, отырып қос жерде табы нәрсе деген сияқты. Сосын бұлай деп тұжырым жасайды. Вот мен өтірік айттым, сатылым болды, значит, вот это есть золотая формула успеха деп. Сөйтіп қарайды да. Бұл өте поверхностный подход. Ол ана Қожа Насырдың анекдоты бар. Бір күні шыбынды ұстап алады да, айқайлайды екен, ұш деп, ол ұшады екен. Сосын екі несін аяғын жұлып тастайды. Тағы бір рет айқайлайды екен, ұш деп, ұшады екен. Сосын тағы екен, бүкіл 6 аяғын жұлып тастағаннан кейін ұш деп айқайласа ұшпайды екен. Содан кейін Қожа Насыр дәптерін жазады екен. Аяқтарын алып тастасаң, шыбын оказывается естімейді екен деген сияқты. То есть, анализ жасауымыз бізде қате. Түсіндіре алдың ба? Біз ойлаймыз, раз ажырасқандар успешный болса, значит, ажырасу керек деген тұжырым жасап кетеміз де. Ол мәселе ода емес. Мәселе просто өзімізге берілген бүкіл методтардың барлығын до конца пробовать етпейміз. Комфорт, зона комфорта бар да. Ал ажырасқан адамда зона комфорта жоқ қой. Сондықтан ол бүкіл нәрсені қолдануға тырысады да. Сондықтан андай тұжырым жасаған дұрыс емес. Ажырассам мен, короче, өзімдегі андай скрытый потенциалды сыртқа шығарам, сөйтіп етем. Ол не обязательно да жасаған. Неправильная установка. Ол хирургический подход, и қалай десем екен, ол
тирания негізі. Сонда үйтіп істейтін болсақ, сонда адамдар тәрбиелеу үшін постоянно қамшылау керек пе? Олай істейтін болсақ, ол тәрбиеге жатпайды ғой, ол диктатура болып кетеді. И ни для кого не секрет, мать-одиночканың жарайды өз ақшасын тапты, бірақ кейін 20 жылдан кейін ол баласы қалай болатын, ол туралы исследование жоқ қой мысалы. И ашық айтайын, консультация келетін шынымен де ажырасқан сондай елдер бар. Бірақ баласымен үлкен проблемалар көп та. Я ол успешный, көп адам оны таниды, өте күшті, түріне қарасаңыз витрина деген секілді. Бірақ элементарно баласын сөз етпейді. Дүниенің ақшасын қырды, алды, тапты, тау-тау ақшасы бар. Бірақ зачем өйтіп істеген? Мысалы, я? То есть, прям өйтіп экстримға жиналып барған. Бізде сол жер қиын, андай... Из крайности в крайность кетеміз, иә? Иә, андай прям до конца усложнять етуіміз керек дейді, андай. Как будто просто так бақытты болуға болмайтындай, или просто так ақша табуға болмайтындай. Прям, енді білмеймін, бір андай не бар бізде андай. Как сказать? В общем, экстримға алып барамыз. Ол жақсы подход емес. Бізде шықпаса да балаларымыздан шығуы мүмкін ол мәселе. Сондықтан абай болған дұрыс бұл мәселеде. Мына жерде еще бір момент бар ағай. Олар бір жағын көрсетеді, иә, жылап сұлу квартира с нуля машина алып отырған, бірақ оның үйде өзі жалғыз қалғандағы қандай жағдайда екенін біз білмейміз ғой. Оны көрсетпейді ғой Инстаграмға, например. Біздің жастарымызға, иә, ол алтын сырға құлақтарына, мысалы, жаңа комментарий жазатын жастарға, біз оның шын мәнінде қандай жағдайда екенін, қандай күй кешіп жатқанын өзі жеке өз-өзімен қалғанда Инстаграм, вне Инстаграма, оны біз білмейміз. Поэтому оған да дұрыстап қарауымыз керек та, оның бәріне сене беріп, керек емес, шамалы фильтрация қосу керек, иә? Иә, дұрыс. Ол ақымақ емес қой, көрсетпейді ондай жағын. Әрине, әрине. Не болды? Өйткені бұрында тоже сондай не болған кезде айтатын еді, көбінесе негізі өкініш болып жатады, уже поздно болып жатады, иә, мысалы, сондай жағдайлар отырады. Даже баласымен емес, қазіргі күнде, 20 жылдан емес, қазіргі күнде де зардап кешіп жатқандары болып жатады. Сосын фильтрация болып жатады, иә? Иә, күшті нәрсе. Иә, просто бұл сұрақ жоқтың, бірақ бұған өзінің ойынан туды да, осыны айтсақ деп ше, өйткені біраз адам қарағаннан кейін, біраз жастарымыз, қыз балаларымыз қарағаннан кейін көріп өткен жақсы сияқты. Ағай, тағы мынандай сұрақ бар. Иногда мен өзім де қосылып кетеді да, мысалы, Алла тағала разрешать етті ғой, көп ақша табуға болады ғой деген сияқты да, ақшаның соңынан, дүниенің соңынан кетіп баратасың да. Сосын мына жақтан болады мұсылман, шамалы қатты дүниеге қумау керек деген сияқты болады, иә? Одан тағы что-то соның грани қайда, мысалы, да? Мен өзімді айтатын едім, мысалы, Алла тағала айтты ғой, енді, мысалы, бай болғандардың абзалырақ, иә, мұсылмандардың бай болғаны деген абзалырақ, зекет берушілерден болайық деп өзімді постоянно дұға жасатамыз. Одан кейін жаңағы жағдай шығып жатады да, мысалы, дүниенің соңына қуып баратқан сияқты көрінесің да, соның грани бар ма? Сол қалай істеуге болады? Оның грани бар? То сюда кидает, короче. Ол Құранда аят бар, мен адамдарды, жындарды өзіме құлшылық үшін жараттым деген. Грань сол жерде белгіленген, сол аятпен белгіленген. Яғни Алла тағала мына дүниені не үшін жаратты? Бұл құлшылық жасайтын жер. Ну, грубо говоря, мешіт секілді бір жер деп айтайыншы. Сондықтан барлық нәрсе, нығмет, ризық, иә, ол беріледі біздің құлшылықты стимулировать ету үшін. Біздің құлшылығымызда мотивация болсын, тереңдесін деген сияқты. И кәпірге қарағанда мұсылман адамның нығмет келіп келмеуі оның құлшылығына байланған. Неғұрлым мен құлшылық үшін керек бір нәрсе сұрасам, иншаллах Аллах тағала оны береді, ол проблема емес. Бірақ біз нығметтің келгенін қалаймыз, бірақ құлшылықта тереңдегіміз келмейді ғой. Мәселе проблема сода да. Но Алла тағала ол тек қана мына өмірімізді ғана қарамайды ғой. Барлық о дүниемізді де бірге қарайды. А о дүниемізде оған қалай жауап береміз? Сондықтан мұсылман адам целостно қарау керек та, былайша айтқанда. Жалпы қарау керек та мәселеге, тек қана бұл өмірді ғана емес, о дүниені де қарау керек. Алуын алып алдық, 60 жылдық өмірде, мысалы, жарайды біреуде 90 жыл болсын, алуын алып алдық. О дүниеге баруымыз не істейміз? Жауап беру керек қой бұның барлығын. Сондықтан адамдарда о дүниеге деген иман әлсіз болғандықтан, бұның барлығы немен бітетінін түсінбегендіктен немесе түсінгісі келмегендіктен, сосын мына жақта алып алғысы келеді. Ойлайды, как будто андай дым көрмегендей, осы жақта алып қалуым керек деген сияқты. Алуын ал, бірақ құлшылық үшін қолданса деу керек та мәселені. Сондықтан грань ретінде құлшылыққа қарау керек. Егер мысалы, допустим, пример келтірейін, көп адам ойлайды, ысырап деген нәрсе ол байларда ғана болады деген, миллионерлер. Олай емес. Ысырапты кейде адамдар жасай алады, күнделік жасауы мүмкін. Мысалы, маған құлшылық үшін күнделікті 100 грамм ет керек, допустим.
Иә. 24 сағаттың ішінде функционал жасау үшін денемнің. Маған 150 грамм салды тарелкама, мысалы, ыдысыма. Мен 100 грамм десем, ол құлшылыққа кетеді. Иншаллах, ол дүниеде ол үшін Аллах Тағала құлшылыққа кетті деп жазылғандықтан, андай кесірімен қарайды. Иә. А қалған 50 грамм жеп қойсам, ол уже құлшылыққа емес. Ол уже андай не кетіп қалды, нәпсім үшін кетіп қалды да, ләззат үшін тағы басқа деген секілді. И ол нәрсе қорытылмайды да. Ол нәрсе мен денеме барып бір май болып жабысады. И фигурама қараған уақытта уже түсіне бастаймын. Қай жерде ысырап жасамай жатқанымды. Мәселе солай ғой. Сондықтан, мысалы, даже Хазірет Омардың өзі, радиаллаху анху, халиф кезінде қарны шыққан адамдарды көрген уақытта қарнынан түртіп айтады, мынау не деп айтады. Яғни, мынау мұсылманға жараспайды. Сен андай алған нәрсеңді ғибадатқа қолданып жатқан жоқсың деген секілді. Сондықтан айтарым былай, егер адам алғысы келсе дүниені, алсын, бірақ сұрау керек, не үшін алып жатыр бұл мәселені? Бұл не нәрсеге жұмсаймын? Яғни ғибадатыма жұмсаймын ба, құлшылығыма жұмсаймын ба, или же біреуге көрсету үшін жұмсаймын ба деген секілді. Адам соны белгілеп алу керек. И көп адам осыны белгілемегендіктен келген нығмет қалай келді, солай кетеді. Я көп алады, но и көп ысырап жасайды. Вроде бы, онда адамдар көп табады ақшаны. Шынымен де былай қарасаңыз, зарплатасы жаңағы бизнесіне келген ақша. Бірақ по факту ай біткен уақытта қарыз сұрап жүреді да, ақша жетпей қалады да. Неліктен ондай береке жоқ та ақшасында? Өйткені алды, бірақ ғибадатына құлшылығына жұмсаған жоқ оны. Бос нәрселер жұмсады. И берді не Алла Тағала, бермеді не, мысалы да, конкретно осы адамның халінде. Сондықтан адам алатын болса, ақша табатын болса тапсын, бірақ тапқан уақытта да сұрау керек, мен не үшін? Мысалы, мен әдемі үй алғым келеді, кең. Пожалуйста, алсын. Бірақ ол үйдің ішінде Алланың есімі зікір етілмесе, немесе құлшылыққа андай керек нәрселер жасалмаса ол үйдің ішінде, ол үй мазар секілді бір нәрсе. Машина алғысы келе ме, алсын. Бірақ машинасымен, допустим, андай бір қайырымдылыққа немесе бір жақсылыққа, жақсы амалды жасауға қолданылмаса ол машина, ол кейін ысырап болып кетеді. Сондықтан нығметті алма деп тұрған жоқ ислам, айтпайды. Ислам айтады, алған нәрсені құлшылыққа қолдан дейді. Жақсылыққа қолдан дейді. Біз саған сол үшін бердік дейді. Чтобы амалдап тек қана 5 уақыт намаз ғана емес, одан да басқа андай ғибадаттар болсын деген секілді. Көп адамның амалдаптары сол 5 уақытпен ғана өтіп кетеді да, ол басқа ойлайды оның, мен мұсылман болуым сол намаз оқумен ғана шектеліп қалады оның ой өрісінде. Олай емес. Ал мешіт сал, мысалы, не сал, мысалы, андай мектеп сал, допустим, емхана сал деген секілді. Көп нәрсе жасауға болады ғой. Бірақ опять-таки адам ол туралы ойлағысы келмейді да. Мұсылман на минималках дейді ғой, былайша қалғанда, сөйтіп өмір сүргісі келеді. И поэтому көп қиналады. Сол? Значит, в принципе, нормально нәрсе қалауға болады, бірақ оны құлшылық үшін деп айту керек, иә? Если, например, Прада сумочку ты хочешь, қалай бұл жерде құлшылықпен связывать етесің? Бұл уже нәпсінікі ғой, енді қалау, иә? Бұны қалай, никак вот құлшылықпен не связано же? Сумочка. Мана нәрсе бар. Например, он бағасы, можно обычный сумку, да, например? Анау осынша бірнеше еселеп қымбат. Бұл қалай, бұл құлшылық па, әлде алмау керек па, алу керек па, бұл жерде қалай осындай нәрсе? Нәпси нәрсе. Ол нәпси нәрсе. Бірақ мынандай нәрсе бар. Мен бұл жерде нәпсті ойлап қалмаңыздар, ақтап алғысы келіп тұр деп. Олай емес. Просто менде недавно осындай жағдай болды да, тура сондай. Барып алмай кеткен кездерім болды да, Дубайға барып. Бірақ менде бұл жерде өзім қимай қалдым. Біреу ойларым да, не деп, зачем мне, анау, квартира деген нәрсе болды да, зачем мне это, недвижимость салған жақсы емес па? Уже мен бұл жерде қимай қалдым да өз-өзіме. Сол қалай болады екен, например, да? Маған бірнеше миллион тұрады. Мне кажется, мен аналитический склад ума, да, мен ойладым да, не деп, пустая трата денег. Скорее, может, я не доросла, может, бұл не нәрсе деп ойладым, да? Неге недвижимость салмасқа ол ақшаны деді. Алмай кеттім да, короче. Мынандай болған. Мысалы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, бір кісі иман етуге қиналып тұрады. Нәпсі жермей тұрады да. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, и ана кісі қарап отыр екен, қызыл түйелердің бір 300 ба 200 түйе жүр екен. Соң қызы қарап отырады, шіркін мына түйелер менікі болса ғой дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, қалайсың ана түйелер сенің болған? Иә дейді. Бере салады, сенікі болды. Ана адам жаңағы нәрсені алды ғой. Содан кейін алады да ла иляха илlalloh Мұхаммад расулуллах деп саллаллаху алейхи вассалам иман етеді да.
иман еткеннен кейін сол 300 түйені қайттан кедейлерге, міскіндерге, мұқтажды бар адамдарға не істейді, таратып береді. Вроде бы да адам алды 300 түйені, бірақ кейін жақсылыққа да қолданды. По факту все равно ол түйелер үмметтің ішінде қалды да. Бұл бір мәселе. Екіншісі, мысалы, неге жұмақты сипаттаған уақытта Алла тағала андай нәрселерді қолданады? Мысалы, қор қыздар дейді, немесе жаңағы андай өзендер болады, жаңағы шараптан, балдан деген секілді, сондай нәрселер. Бұның барлығы адамның нәпсін стимулировать ететін нәрселер. И адамдар көбі сөйлейді, мен жұмаққа кірген уақытта нәпсім есіктің артында қалып қояды деп. Ондай нәрсе жоқ қой. Біз нәпсімізбен бірге кіреміз ғой. Сондықтан адамды Аллах Тағала ислам дінін солай жаратқан, адамды былай целостно қарайды да, бөлмейді. Былай айтпайды, сен нәпсің бар, оны ампутировать етіп кесіп алып таста, қалған жерлерін қабылданады. Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Аллах Тағала адамды нәпсімен бірге тәрбиелейді. Сондықтан Алла Тағала, если можно так сказать, готов біздің нәпсімізге де беруге. Главное, құлшылыққа келсін. Күшті ғой. Түсіндіре алдың ба? Иә. Сондықтан ондай нәрселерді болған. И Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннетінде де бар ол нәрсе. Мысалы, подарок беру. Сыйлық көп береді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көп сыйлық берген. Или Қадиша анамыз, мысалы, жаңағы Меккенің товар оборотының жартысы Қадиша анамыздан өткен, радиаллаху анха хазірет. Бірақ қайтыс болған уақытта 3 жылдың ішінде сол нәрсе жоқ болып кетеді, бүкіл байлығы. Қайда кетті оның барлығы? Жаңағы адамдар қонаққа шақырады, жаңағы сыйлық береді деген сияқты. Бұның барлығы не үшін жасалды? Бұның барлығы адамдар нәпстері оған кедергі ғой, иман етуіне. Шынымен де кедергі, мысалы. Адамдар ойлайды, мен қазір иманға келсем, мен бір монастырьға бір жерге баруым керекпін, жұмыс істемеуім керекпін, отырып қалуым керекпін деген секілді. Жоқ, Аллах Тағала өйтіп айтпайды. Нәпсімен бірге кел дейді. Сен нәпсің бүйтіп мыжим деген нәрсе жоқ. Бір екіншісі, нәпс мәселесі тәрбиеленеді біреумен емес қой. Менің нәпсімді ешкім тәрбиелей алмайды, менен басқа. Сондықтан бұл адамның өзіне қалған нәрсе. Құранда аят бар ғой, өздерін жаңағы рухтарын, жандарын аман сақтап қалғандар деп сипаттайды да. То есть өздерін, мен өзімнің жанымды өзім сақтап қалуым керек, яғни өзім нәпсімді ұстап қалуым керекпін харам нәрселерден. Ал ол үшін не істеуім керекпін? Мен нәпсіммен бірге тәрбиеленуім керекпін. Сондықтан андай подход дұрыс емес. Бұл негізі исламнан келген нәрсе де емес, бұл социализмнен келген нәрсе. Социализм кезінде и коммунизм кезінде торгаштар, или мысалы ақшасы барлар, или же андай нелер всегда порицаниемен болды да, жаман сөзбен болды. И сол паттерн бізге де ауысып кетті. Сол себепті кеңес кезінде бай болып, бірақ байлығын көрсете алмайтын адамдар өте көп болды. Кейін өлгеннен кейін шығып жатады, мысалы, пәленше там лауазымды адам қайтыс болып үйіне кірсең неше түрлі нәрсе бар екен деген секілді. Или же көп қой біздің әжелеріміз сандықтың түбінде неше түрлі алтындар шыққан деген секілді. Онда өте көп болған. Сондықтан сол нәрсе бізге де келді. И біз ойлаймыз, что андай, да, ол рас, что деньги любят тишину деген нәрсе бар. Но и с одной стороны, бір жағынан да андай ақша келді, мен оңбағанмын деген нәрсе де жоқ. Үйтіп істейтін болсақ, мысалы, да, онда Хазірет Абдурахман Ауф, допустим, радиаллаху, немесе Хазірет Осман радиаллаху, бай адамдар. Олар қайда қалды, мысалы? Бір. Екіншісі, допустим, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болар алдында 1 жыл бұрын кредит харам болады. Пайыз, яғни харам болады. Бірақ оны харам жасар алдында Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Хазірет Абдурахман бин Ауфқа барып айтады. Ай Абдурахман дейді, мына пайызды отмена болады, то есть харам үкіміне түседі. И сол кезде адамдар кімнен кредит аламыз, кімге жүгінеміз дейді. Сондықтан сен қазірден бастап исламский банкты құр дейді. То есть бірінші исламский банкты құрған кісілердің бірі Хазірет Абдурахман бин Ауф болған. Иә, дайындалды. Содан кейін запрет болған уақытта, сол кезде адамдар ал кімнен аламыз деген уақытта мен Абдурахман деді. То есть Аллах Тағала көтере алмай жүк бермейді ғой, басына дайындайды, содан кейін запрет жасау керек. Дайын емес адамға запрет жасау дұрыс емес. Сондықтан айтқым келіп тұрған нәрсе мынау, қалай айтсам екен, тәрбие біртіндеп болу керек, бір. Екіншісі, Алла Тағала адамды нәпсін бүйтіп кесіп тастағысы келмейді. Нәпсіні бірге тәрбиелегісі келеді. Үшіншісі, адамға егер нәпсі кедергі болып тұрса, иман етуіне, онда нәпсіне кәмпит берілген жақсы. Сол кезде ол иман етеді. Кейін ол өзі сол нәпсін өзі тежейді. Өзі жалғыз қалады Алла Тағаламен жай намаздың үстінде. Сол кезде ашықтан ашық айта бастайды: я Раббым, менің
нәпсім болмай жатыр, көмектесші деп. Өзі көз жасымен, өзі сөйтіп біртінеп, жаңағы нәпсін ертіп тәрбиелейді. Адамды сондай нәрсе үйрету керек та. Өз-өзімен жалғыз қалған уақытта бос нәрсені немесе харам нәрсені көру емес, жалғыз өзі қалған уақытта нәпсімен сөйлесіп, Алла тағалаға айтып, мен нәпсімді түзетші, Аллахым, мен осындаймын деп, осындай адам тәрбиелену керек. Исламның андай түпкі мақсаты сол. Адам жалғыз қалған уақытта өзінің тәрбиесімен айналысатын. Сондықтан андай бай болсам оңбаған боламын, бай болсам жаман боламын. Ол коммунизмнан, социализмнан келген нәрсе, исламнан келген нәрсе емес. Если олай болатын болса, Хазірет Абдурахмановта ондай ақша болмайтын еді. И пайыз харам болып үкімі шыққан уақытта адамдар кредит қайдан алатын еді? Бәлкім қарсы шығатын еді, айтатын еді. Біз ондай нәрсе істей алмаймыз, бізге бір жерден кредит алу керек деген секілді. Сондықтан рациональный ақылмен жасау керек та, адамға Аллах Тағала ақыл берді, біз ақыл салу керек та, андай радикализмге кетуге болмайды. Все харам или все халал деп, олай болмайды. Халал нәрсені харам қылып, или же харам нәрсені халал қылып ақтап, олай болмайды. Әр нәрсенің үкімі берілген. Сондықтан бай болғысы келсе, бай болсын. Бірақ не үшін бай болсын? Соны біраз ойлану керек. И орын-орнымен жасаса жақсы болады көп нәрсені. Жарай ма? Иә, керемет. Значит, Алла беру керек дейсіз бай. Ағай, мынандай вопрос. Былай айтайыншы, мысалы, кешірім сұраймын, Ботахан, мынандай нәрсе айтайыншы. Егер сіз сондай бай сумка алдыңыз, сумкаңызға қарап, бай әйел қызығып, сізбен әңгімесін бастап кетсе, и сіз де оған Алланың есімін жеткізе алсаңыз, немесе Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның есімін жеткізе алсаңыз, ол сумканы алыну нормально. Түсіндіре алдым ба? Мен мына жерде пәтуа беріп тұрған жоқпын. Просто сол сумочка қолданылды да, бұл қайда барып тіреледі? Хадис бар ғой, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ей Али дейді, Хазіретті Алиге, 4-ші халифке, радиаллаху анху, соған бүйтіп айтады. Сенің дейді қолыңмен бір адамның иман етуі дейді, мына күн сәулесі қанша жерге түсті, содан барлығына хайырлы дейді. То есть жер планетасының бүкіл жеріне түседі ғой күн сәулесі. Яғни бір адамның құлшылыққа келуі үшін, иман етуі үшін бір целый жер планетасын қолдансаңыз да, бүкіл байлығымен, жер асты жер үсті байлығымен, это стоит того. Ондай нәрсе жұмсауға болады. Не то, что там сумочканы деген секілді. Сондықтан бай киініңіз, әдемі болыңыз, адамдар қызыққан уақытта сол кезде оған ақиқатты айта алыңыз. Сол кезде үстіңіздегі нәрсе ақталатын болады. Ата кесе ол әдемі болып тұрып, көрініп тұрып, бірақ ақиқатты жеткізбей өзіңізді көрсетсеңіз, смотри, какая красивая болса, ол уже басқа жаққа кетіп қалды деген сөз. Ол ақталмады деген сөз. Керемет, мықты. Сонда бір не бар еді ғой, әдемі үйін көрсетіп, сол үйге шақырып, иә, кәпірлерді тамақтандырып, сонымен ислам қабылдатқан деген сияқты, иә? Иә, имам Азамда бар ғой. Иә, имам Азам Абу Ханифада бар. Ең күшті соңғы сынып болған. Неге ең күшті деп айтса, айтады ғой, ең бірінші жолаушылар мен үйіме келсін. Сол кезде мен олар ислам түсіндіре аламын деп айтады. И даже мынандай нәрсе де бар. Бір топ жастар келіп айтады ғой, бізге тақуалықты үйретесіз, имам деген уақытта, сол кезде имам Хазірет не істейді? Андай сауда кітабын береді да. Сосын айтады, біз сізден тақуалық сұрадық қой дейді. Айтады, осы сауда кітабында қалай сауда жасау керек жазылды, соны істей алсаң, уже тақуа саналасың дегенді келтіреді. Сондықтан шынымен де бар ғой, хадистерде сипатталады. Андай әділ сауданы жасаған адам мәртебесі өте жоғары болады. Өте жоғары болады. Бұл қиын нәрсе дейді көні. Всегда хочется бір-екі тиын тебен қосып жіберуге өтірік болса да. Сондықтан солай. Ағай мынандай айтады, ризық Аллахтан ғой дейді да, мысалы адамдар. А егер ризық Аллахтан, Аллах бере береді деп есептейміз, иә? Онда есептеп, экономить етіп, тиын санап, есептеуге, учет жасауға керек емес шығар мүмкін деген сияқты адамдар сөз нетті да, таластырды да. Мысалы, егер и так Алла тағала беретін болса дейді, үйіп төгіп беретін болса, ризық Аллахтан болса, онда не үшін экономить етеміз, не үшін есептейміз деген сияқты сұрақ келді. Экономдау, есептеу андай оймен болмау керек. Дұрт бермей қалатын оймен болмау керек. Жұмсап тастап, мысалы, Алла тағала береді ғой, негізі әйел адамдар көбі солай істейді да, не болды саған деп жолдастар айтады да, ризық Аллахтан ғой деген сияқты, не өзің беретін сияқты болып тұрсың, давай алайық деген сияқты әңгімелер жүріп жатады да көбіне. Жоқ, ол андай нәрсе екі жағы бар. Орта жол дейді ғой былайша айтқан уақыт. Не мына жаққа емес, не мына жаққа емес. Адам, мұсылман адам неге ұқсайды андай
бір жіптің үстіне келе жатқан адам секілді. Солға құласа да құлап кетеді, оңға құласа да құлап кетеді. Сондықтан барлық нәрсені жұмсау керек деген дұрыс емес. Вообще қысып қалайық барлығын деген ол да дұрыс емес. Ортасы болу керек. И семейный бюджет деген нәрсе де болу керек, рационально. Алла тағала ақыл берді ғой енді қанша деген. Сондықтан әр балаға мысалы определенный финансовый план болу керек, семьяға деген секілді жұмсалатын кіріс шығыс оған болу керек. Бірақ ол андай мақсатпен болмау керек. Вдруг ертең черный день болып қалады, біз боламыз. Ондай жаман оймен болмау керек. Бұл бір. Екіншісі, бұл адам өз-өзінен есеп-қисап алуды үйрену үшін болу керек. Вообще, Алла тағала беріп жатқан нығметті орнымен қолданып жатырмын ба деген секілді. Сондай нәрсе мақсатпен болу керек та. Бұл андай гигиена секілді бір нәрсе. Адам өз-өзіне қарау керек та. Алла тағала салған иммунитет бар бізде, денемізде, бірақ тазалықта внешне ұстап тұру керек та. Сондықтан есеп-қисап болу керек, бірақ адам қалай экономдасам дегенге қарағанда, қалай көбірек тапсам екен деген ойды көбірек нету керек. Өйткені Алла тағаланың андай жомарттығы шексіз. Сондықтан көбейтудің жолдарын көбірек қарастыру. Бірақ қолдануға келген уақытта орнымен қолдану керек. Бет алды емес. Алла тағала берді ғой деп, андай тықпалай беруге болмайды. Мысалы, простой пример, ақша келеді, бірақ ақшамен балаға деген ата-ананың беретін махаббатын алмастыруға болмайды. Баласына деген махаббатты ата-аналар не істейді? Подаркамен, бумажная любовь дейді ғой, былайша айтқан уақытта, ақшалай нетуге тырысады. Ол уже дұрыс емес. Ол уже басқа жаққа кетіп қалды. И ол бала кейін ата-ананың махаббатын орнына сондай материальный нәрсе іздеп кетеді. И тұншығады. Сондай нәрсе жасалмаса, то есть подмена ценностей болмаса, ақшамен барлықтар шешіп тастаймын деген нәрсе болмаса. И хадиста бар, не дейді? Жастық шағында кәріліктің жағдайын ойластыр деген секілді. Сол секілді кеңшілік болып тұрған уақытта бір нәрсе тарылаған уақытты ойластыр. То есть заранее ойлан деген нәрсе бар да. Өйткені шынымен ана сезон секілді нәрседе кейде Алла тағала көп береді, кейде аз береді. И вот көп беріп жатқан уақытта адам біраз нету керек. Деталды қолданып қоймайды. Сондай нәрсе жасау керек. Сондай нәрсе жасау керек. Бірақ бұл андай на черный день деген оймен болмау керек. Адам ақша жинайтын болса, Алла тағала келешекте маған үлкен возможностьтар беретін болады инвестиционный. Соған инвестиция жасайын деген мақсатпен жинау керек ақшаны. Андай емес, на черный день емес, әйтпесе черный день болса, ол шынымен черный день келеді. Осы жерде тағы бір сұрақ туындап тұр. Өзі кәрілік кезінде, мысалы, қауқар азайған кезде соған вложение деп тұрсыз ғой. Ал ол балаға, мысалы, балаға біз алғымыз келеді ғой, квартирасын алып қойғымыз келеді. Мысалы, Сексенбай ағамыз не дейді? Ол айтады, балаға ештеңе қалдырып керек емес дейді, білім қалдырсам болды деген сияқты. Сіз оған қалай қарайсыз, жаңағы өзіне черный емес, енді өзіне вложение жасайтын кәрілеген кезде керек бұл үшін, а балаға квартирасын алып қою керек, каждый балаға бір квартирадан деген сияқты қалай қарайсыз? Мынандай мәселе, мен бұл жерде біраз бөлер едім. Смысл былай, ұл ма қыз ба деп баланы. Қыз балаға еще беруге болады кейбір нәрселерді. Өйткені қыз балаға шынымен де ол жағдайы болып тұру керек. Өйткені қыз баланың андай қалай десем екен, кедейліктен тозып кеткен жақсы нәрсе емес. Бірақ ұл балаға келген уақытта, ұл балада оны андай жігерленуге, қимылдауға стимулировать ететін нәрселер берер едім көбіне. Бір, екіншісі, хотя мирас бөліскен уақытта мирас үшке бөлінеді. Соның 2/2 ұл балаға беріледі. 1/3 бөлігі қыз балаға беріледі. Неге? Өйткені кейін ұл бала үйленген уақытта мирасын жартысын махрам секілді әйеліне береді. В итоге исламский обществода байлықтың 2/2 всегда әйелдердің қолында жүреді. 1/3 ғана еркектерде. Біздің қазақтың елдерін ұнамай қалатын сияқты ғой. Үшіге половинасы әйеліне береді. Ну, былай ғой енді, ата-ана қайтыс болған уақытта, мирас бөліскен уақытта, егер ұл балаға аз келіп қалса, ол намыстанып, қарындасына андай зорлық жасамаса да бір жаман көзбен қарау мүмкін да, қызғаныштан. Сондықтан ұл балаға көбірек берілген дұрыс. Жағынан ол да кейін әйеліне береді деген сияқты. Бірақ ұл балаға мен больше ақшалай емес та, білім қабілет ретінде қалдырылған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол
дегенмен ертең жауап беретін болады. Өзіне жауап береді, отбасына жауап береді деген сияқты. Тұрысқан халқына, қауымына жауап береді, үлкен шешімдер қабылдайды деген сияқты. Сондықтан ұл баланы инвестициясы, оның қабілетіне көп болу керек. Сондай болу керек та. Ал қыз балада ойлаймын андай қабілеттен бұрын оны уайымға салып жібермейтіндей болу керек. Уайымға дегенде қалай? Әйел егер уайымдап кетсе, ертең не болады деп. Ол өкінішке орай харам жолмен де ақша табуды ойластырып кетеді. Былайша айтқан уақытта мен сұлулығымды қолданам, денемді қолданам, сөйтіп жағдайдан шығып кетемін дейді да. Тазалығын, арын сатып кетуі мүмкін. Ондай көп болып жатады. Мысалы, ауылдан бір қыз келді, қалаға оқуға түсті, студент, ақша жоқ, барады бір жаман жолға түсіп кетуі мүмкін. Деген секілді, стипендия жетпей жатыр деген сияқты. Сондықтан сол жағын қарастырған дұрыс деп ойлаймын. Енді әрине байлық мәселесіне келгенде жаңа сіз айттыңыз ғой, қалдырмас едім деп айтты деп. Мысалы, кейбір кісілер. Бұл жерде олардың меркасы мен біздің мерканы біраз қарастыру керек. Мысалы, миллионер айту мүмкін. Мен чуть-чуть қалдырам, бірақ миллиондар қалдырмаймын деп. Бірақ оның қалдырғаны не секілді адамға, чуть-чуть өзі біраз болуы мүмкін да. Сондықтан оған да қарастырылу керек та. То есть оның көзі қарасында ол ничто болуы мүмкін. Жай бір сумма болуы мүмкін. Бірақ по факту қарайтын болсақ, ол әжептәуір нәрседе болуы мүмкін. Ол жағын субъективно қарау керек. Оның реальность бөлек деген секілді, біздің реальность бөлек деген секілді, адам қалтасына қарай деген секілді. Бір екіншісі, мынандай нәрсені де қарау керек. Енді шынымен де адам қандай екенін практикаға қараған дұрыс болады. Ол сыртқа айтуы мүмкін, былай істеңдер деп. Бірақ отбасында қалай болып жатқанын біз білмейміз да. Әрине. Сондай мәселе бар да. Сондықтан қысқаша ол біраз субъективный нәрсе. Әркімге әртүрлі. Өйткені ата-ана ретінде баланың қиналып қалған уақытта өзім принциптарымды майыстыра саламын деу жиі болады да. Ол ата-ана болғаннан кейін сондай болады. Потому что ата-анаға қиын. Тура сол принцип мен өзіме қолдану мүмкінмін, өз-өзіме строгий болу мүмкінмін, қатал болу мүмкін, бірақ балама келген уақытта мен майысып қалуым мүмкін. Ондай мәселе де бар. Ол жағын да ұмытпаған дұрыс. Тағы бір ханым жазып жіберіпті. Бизнесім бар дейді. Бизнесті ақша істе. Келеді, жамал көптен зависа кетіп отыр ма? Ойлайды екен. Мысалы, ақша көп болса дейді. Бота ханым, кешірім сұраймын, мен естімей қалдым сізді. Жаңа бір ханым сұрақ қойды мындай. Өзім бизнес бар екен. Бір күн сауда жақсы болса дейді, енді бұл ақшаны көп, оған ақшаны қайда жұмсаймын деп ойлаймын дейді. Екінші күн сол үшін сауда болмай қалады дейді. Міндетті сауда болмай қалады дейді, ақша деп қалады дейді. Қайда бересің дейді. Сосын қолымда ақша ұстай алмаймын дейді. Егер шамалы ақша болса, барлығына хабар алып қоямын, басқа нәрсе жұмсаймын. Нөл болып тұру керек дейді постоянно. Саудасында ақша болмайды. Бұл немене дейді да. Енді яғни ақшамен ұстап бар да ол ақшаны көтере алмағандықтан деп айтайыншы. Кейбір адамдар болады, шынымен де қимылдай бастайды, ақша жоқ кезде ғана. Ақша бар кезде қимылдай алмай қалады. Ол қимылдау керек қой. Сондықтан оған лучше ақшасыз жүргені, кем ақшамен жүргені. Сондықтан ондай адамдар өздерін ақша бар болып тұрса да қимылдауға үйрету керек. Сол кезде дұрыс болады. Сол үшін сондай ситуация туғызады. Ақша жоқ қол жүріп отыр дейді. Иә, сондай нәрсе бар. Бір мәселе бар. Екіншісі андай қалай бір термин бар еді. Бір нәрсе виноватость деген бір термин бар. То есть білімі көбірек болса, өзін кінәлі санайды. Басқаларға қарағанда мен білім көбірек деген секілді. Өзім білімді болғаннан ұялады. Или кейбіреулер болады, ақшам көбірек болса, немесе сұлулық көбірек болса, немесе танымалдығым, лауазым көбірек болса деп ұялады да, мысалы. Ол ұялу тәкаппарлықтан. Или же бір мүгедектің жанында тұрады да, менің қол аяғым бар, оның қол аяғы жоқ дейді да, содан ұялады. Ол тәкаппарлықтан келетін нәрсе. Ол қалай? Ол андай нәрсе,
Ну, как бы менде бар, сенде жоқ. И как бы мен ұялуым керекпін осы жерде. Өйткені мен өзімді сенен жоғары қойып тұрмын. И соны жасыру үшін адам ұялады да. Түсіндіре алдың ба? То есть мен мысалы жанымда мүгедек тұр, и мен өзімді іштей одан жоғары санаймын. Өйткені менде екі аяғым бар. И сол нәрсені екіжүзділік жасап, өзімде жабу үшін сол тәкаппарлығымды жасыру үшін ұялам. Жаңа мүгедекпен сөйлесуге. Түсіндіре алдың ба? Олай жасаған дұрыс емес. Олай жасаған дұрыс емес. Ол байлыққа да келетін нәрсе. Адам Құдайдан ұялу керек. Жаратылыстан емес. Жаратылыспен салыстырғаннан емес. Сол кезде дұрыс болады да. Бір кісі жазып жатты да, соңғы сұрақ деп ойлаймын. Ол кредиторлармен сондай, то есть қарыз микрокредит алған адамдармен жұмыс істейді екен да, солардың жұмыс сондай екен. Сондай уровеньде адамдардан шаршадым дейді. Басқа уровеньге шыққым келеді дейді. Өйткені ол кісілердің негативтары көп дейді. Ешқашанда ештеңе недовольны деген сияқты. Сондай басқа уровеньге шығу деген ол дұрыс па, дұрыс емес па? Басқа уровеньдегі адамдармен басқа нәрсемен жұмыс істегім келеді дейді. Демек, ол адам өзінде... Түсіндім, ол мынандай нәрсе. Ол шүкіршілігі аз адам. Неге мысалы андай Аллах Тағала айтады ғой, мен шүкір етсеңдер арттырам дейді ғой. Демек, оның наобороты да дұрыс нәрсе. Шүкір етпей қойса аз айтады. Немесе аз болып көрінеді. Постоянно жалоба жасайтын адамдар бар ғой, шүкіршілік танытпай. Андай шүкір етпейді да, андай. Ешқашан Алла Тағала не берсе де андай көбірек беруіңе болар еді деген секілді. Алла сондай нәрселер жасайды да. И сол себепті ол қолында тұрған нығметті ағызтып жүреді. Андай бос нәрсе деген секілді. Вечно оның көзінше Алла Тағала бір нәрсе бермей қалды, қысып қалды деп қарайды да. И ондай тип категория адамдармен жұмыс істейтін болса адам, ана хадис бар ғой, әркім өзінің досын дінде деген сияқты. Өз сондай болып кетеді. Енді ол адам өз-өзіне сұрау керек. Мен неге сондай адамдармен именно жұмыс істеймін? Неге клиенттерім сондай? Өйткені өзі сондай. Олар көп жалоб жасайды дейді да, мысалы қиын дейді клиенттер. Постоянно маған жалоб жасайды дейді, постоянно недовольны дейді. Басқа адамдар шыққысы келеді да, бизнесмендердің несіне деген сияқты. Одан жоғарыларға шыққысы келеді. Ондай адамдарды даже Алла Тағала... Ондай ақша беріп, қатты не жоқ деген сияқты. Ондай адамдар даже Алла Тағала туралы жаман ойлайды. Не то, что басқа адамдар туралы. Сондықтан ондай адамдардан алыс жүрген дұрыс. Бірақ ол адам өз-өзіне сұрау керек. Неге мен сондай микрокредитованиемен айналысып кеттім, сондай адамдардың арасына түсіп кеттім. Өйткені өзі де сондай. Алла Тағала әділетті ғой. И адам өзі қандай болады? Айнасы ғой, жанындағы адамдар. Демек, өзі де бір жерде шүкір етпейді. Алла Тағала беріп тұр оған. Действительно, шынымен стоящий бір нәрсе. Бірақ ол айтады, ты мне мало дал деген секілді, сен әлі аз бердің деген секілді. Сондай бір претензиясы бар Алла Тағалаға. Түсіндіре алдың ба? Поэтому клиенттер де сондай. Сондай бір сферада, сондай бір ортада жүреді. Аға, если, например, микрокредитная организация болмаса, егер, например, инфобизнес деген нәрсе болса, я, бұл жерде, например, айтады ғой, недорогой продукция сатады ғой, арзан продукция сатқан кезде, жаңа жалоб көп болып кетеді, сондай әр нәрсе придержаться ететін клиенттерге қалады да. Одан кейін ол басқа премиальный продукт жасайды. Өзде басқа адамдар болып шығады. Шынымен мен өз басымда да болған еді. Ол сондай уровень, бұл кісі больше сондай әңгіме нәрсе айтып жатқан сияқты. Ол неден мысалы, сол қалай ондай уровеньға басқа шықса деп ойлайды. Бірақ ол бизнес сияқты. Сол уровеньге шығу үшін ол өзі шықпайды, Алла Тағала оны көтереді. Сондықтан ол шүкіршілігін арттыру керек. Алла Тағала беріп тұрған нығметті по факту санау керек. Аллах действительно маған существенный бір маңызды нәрсені берді. Мен соны шүкірін жасайын дейді. Сол кезде Аллах Тағала арттырады и жаңа уровеньге шығарып жібереді. Жаңа премиальный деген секілді сондай клиенттермен араластырып жібереді да. Қиын санайтын емес. Түсіндіре алдың ба? То есть адам неге ондай халде әлі тұр? Өйткені Аллах Тағала көтерген жоқ. Ал неге көтерген жоқ? Өйткені адам өзгерген жоқ. Құранда аят бар ғой, өзің өзгерсеңдер, халдеріңді өзгертемін, жағдайларын өзгертемін дейді. Демек, адам өзі өзгергісі келмейді. Өзі шүкір еткісі келмейді. И сондайлармен Аллах Тағала араластырады оны. Сырттан көрсін. Да, и мынандай фактор бар. Мысалы, семинардан да бір сұрақ сұрайды да, особенно жігіттер сұрайды.
маған мыңдаған идея келеді, неше түрлі идеялар келеді. Мен білмеймін қайсысын жасауым керекпін деп. Меня как бы дейді да, енді қызға айтады. Күнде дейді 10 шақты, 20 шақты идея келеді дейді. Неше түрлі бизнестер идеялар келеді. И мен разрываюсь дейді. Қайсысын жасарым білмеймін дейді да. Мен айтамын, мен қайта біреуін жасашы деймін. Бұл не нәрсе ұқсайды? Ана адамдар болады, будильникті қояды мысалы. Таңертең 7:00-да, 7:01-де, 7:02-де, 7:03-де, 7:04, әр минут сайын қояды адамдар. Неге? Өйткені 20 будильниктен кейін бірақ оянады. Тура сол секілді жүрегі ұйықтатқан адамдар көп. И ондай адамдарды ояту үшін Алла тағала күніне 20 шақты идея салады. Может, біреуіне оянады деген сияқты. А ол оны өзінің жаңа маубас екенін, ұйқыбас екенін мойындамайды да, эгоист болғандықтан. Алла тағала соншама идея берді, қайсысына мен барама білмеймін дейді да. Өзіне бір андай цена набивать етті да. Сондықтан тура сол секілді ол адамға жаңа микрокредитованием неге айналысады? Неге мыңдаған клиент оған келеді, жалобысын жасай береді? Өйткені мыңдаған адам алдынан өтіп жалобысын айтқан сайын сол кезде ғана оянатын адамдар бар. 1000 адам жалоба жасағаннан кейін ғана ойланатын адамдар бар. Неге маған клиент жалоба жасайтындар келе береді? Быть может, мен де сондай шығармын деп ойлану үшін. То есть ол адамды ояту үшін мыңдаған клиент сонда жіберу керек та, өзіне ұқсайтын адамдар кездестірте беру. Сол кезде ол ойлана бастайды. Почему маған сондай адамдар келе береді деп? Настолько ұйықтатқан адам, рухани. Түсіндіре алдың ба? Сондықтан бізге басымызға бір нәрсе қайта келе беретін болса, ол уже будильник деген сөз. Если бір тематика қайта ауырыла беретін болса, демек біз әлі оянбадық деген сөз. И адам оянуды үйрену керек та. Неге маған келе береді? Демек мен сондай маубаспын, ұйқыбаспын. Маған соншамалықты нәрселер келіп бүйтіп ұрмайынша, сол кезде оянбаймын. Деп сөйтіп түсіну керек та. Сондықтан ол адамға клиенттерін өйтіп көп келетін себебі по одной тематике, бір темамен. Демек ол әлі оянбаған. Оянсын деп, сондай 1000 адам жіберу керек та. Сонда бірақ может ойланады деген сияқты. Керемет ағай, күшті эфир болды деп ойлаймын. Мен адал сіздің оқырмандарыңызға, мен оқырмандарыма бір көп сұрақтар түсті отношениеге байланысты, иә. Так как бүгінгі біздің тақырыбымыз ол туралы болмағандықтан, мен ондай сұрақтар қоймадым. Өз-өзін табу деген сияқты әртүрлі сұрақтар келді. Енді ол ханымдарға айтатыным, бізде отношение туралы жаңағы табиғаттың ағайдың оқушыларымен, қыздармен біз бірге семинар жасап жатыр, иә. Бірінші күні табиғат ағай бізге выступать етіп береді, спикерство. Одан кейін жаңағы сіздер қойған темалардың барлығы сол жерде болады. Егер сіздер қызықты болса, иә, Алла қаласа Дубайда болады 28-інде. Ол жерде ақша туралы да, личный бренд, отношения, өз-өзімен жұмыс, травма, әр ісінің өз маманы, сонымен сіздермен жұмыс істейтін болады. Ол туралы қызық болса, ол сіз маған дәріп жазсаңыз болады. Ал бұл жерде бүгінгі тема просто тек қана ризық, жаңағы ақша, байлық туралы, жаңағы бизнес туралы болғандықтан ол сұрақтарды қоймадым. Рахмет ағай, күшті эфир болды. Сізге де рахмет Ботахан. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар.